Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін осындай түрік халқының чульпан атты самсаның рецептімен бөліскім келеді. Дәл осы рецепті түрік блогерінің мастер-классынан сатып алдым және оны сіздерге тегін бөліскім келеді. Менімен бірге видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен үлкен ыдысымызға айранымызды құйып аламыз. Айран салқын немесе жылы болуы маңызды емес. Айран қышқыл болмаса болды. Кейін дәл сол ыдыспен сүтімізді құямыз. Сізде таразы болмаса, бір бокалмен өлшеп салсаңыздар болады. Кейін күнбағыс майын құямыз. Күнбағыс майымыз сәл 10 миллиграммдай, сүтімізден сәл аздау болады. Кейін 2 жұмыртқаны шағып аламыз. Бір жұмыртқаның сары уызын алып қаламыз. Яғни 2 ақ уыз, 1 сары уызды қосамыз. Кейін 1 ас қасық шекерімізді қосамыз. Жарты шай қасық тұз қосамыз. Ал енді барлығын араластырып, ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Ұнымызды 2 бөлікке бөліп қосамыз және ұнды қосып жатқан кезде разрыхителімізді қосамыз. Барлығын силиконовый лопаткамен немесе қасықпен араластырып аламыз. Кейін барып қалған ұнымызды қосып, қолмен жақсылап жұмсақ қылып қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз иленіп болды. Енді ыдысымыздың қақпағын жауып немесе пакетпен жауып, бөлме температурасына 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Ал енді салмасына кірісейік. Менде самсаның салмасы болды. Тартылған ет, пияз, картоп, тұз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша қолдансаңыздар болады. Яғни варенка, твор қолданыңыздар, тәтті булочка жасап шығасыздар. Болмаса мен секілді фарш қосып, жұмсақ самса жасасаңыздар да болады. Ол жағы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Ал енді тартылған етімізге майдалап туралған пиязымызды қосып, картопты да майдалап турап, тұз, қаласаңыз бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ал енді демалған қамырымызды бөліктерге бөліп жайып аламыз. Ал енді демалған қамырымызды жаюға кірісек, ең алдымен бөліктерге бөліп аламыз. 12 немесе 16 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Мен 12 бөлікке бөліп алдым. Бөліп алынған қамырларымызды дөңгелектеп, қойып бетін пакетпен жауып қоямыз. Немесе таза сүлгімен жауып қойсаңыздар болады. Ал енді самсамызды жаюға кірсек, дәл осылай жайып болғаннан кейін жартылай кесіп аламыз. Кейін салмамызды жанына салып, барлығын осылай айландыра бүгіп шығамыз. Кейін түбі осылай ашық қалса, осылай қолмен жауып жібереміз. Қамыр өте жұмсақ және бір-біріне жабысқақ болады. Қолға жабыспайды. Кейін осылай құлақшасын кішкене ұзынрақ қылып бүгіп шығамыз. Міне біздің чульпан самсамыз дайын болды.
Енді пергамент қағазына қойып дайындай берсеңіздер болады. Түбін қайталап көрсетіп жатырмын. Дәл осылай жауып шығасыздар. Міне біздің тюльпандарымыз дайын болып қалды. Енді алып қалған сары уызымызды бетіне жағып шығамыз. Қаласаңыз мак немесе кунжут сеуіп шықсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің тюльпан самсаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады. Сіздермен өте пайдалы ақпаратпен бөлістім деп ойлаймын. Ұнаса лайк қойып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.